Құрығы келіп, өмірден бірден кете салды. Ой, Рахима, сендей болдың, мен де осы жерде жүрем екенмін, осы жердің бәрін көрер ме екенмін деп айтқан әлі құлағымда бар, есімде бар жаным. Ол өмір оған ешқандай жеткізбей кетті. Бірақ айтып баратын шалы бар ғой, мінекей мәңгілік емес, барады екен бір-бірінің қасына. Айтқанын білгенін бәрін айтып барады. Ол да жақсы, біреуі кетті, біреуі қалды, бірақ ardында кетсе де көшім қалуға болатын еді, енді оны тыңдамайды. Менің шалыма өзі асығып, менің шалыммен екеуі бір болайық деп кетіп қалды енді, олардың мен мынау Арзымбекпен бір болайық деп жүрміз. Мен кімге айтқанмын? Мен балдарыма, менің балдарым, өзім балдарыма айтқанда олар сен бір туғандарыңды жинап, ана әкеңді менің қолыма әкеп бер, жаным. Bir жерде отырайық. Мен сенің үйіңе жаным екі табалдырық аттап баруға барғым келмейді, айналайын. Пенсиясы керек болса, бір айдың пенсиясы саған, бір айдың маған деп отыратын болайын мен. Бақыт екеуміз бөліп алып отыратын еді. Міне көз тұр, Еділханның Айттыңыз. Енді кеш болып кетті ғой, а? Кеш болды. Мен де бір ауыз апам үшін. Аха. Жыл сайын Мына жақтан тыңдайды. апа айтып отқан дұрыс қой. Иә. Бұл шақырып құранып тұрғаннан кейін де жаңа естеліктер айтып жаңағыдай саған ел айтып отбасың айтқан дұрыс. Қаптырып шай тамақ ішіп тұра шығарышқандан гөрі мынау дұрыс болып жатыр шынына. 30 жылға тайқалды ғой енді. Иә. 29 жылға кетті мінекей. Бағана кешеден бері мен соны ойлап енді ол кісінің кезінде қимадық, әлі де қимаймыз. Мына жерде жүрсе жарасып-ақ тұрар еді. Амал жоқ. Шүкір арты жақсы ғой. Ұлы-ұяға, қияға бәрі орнында, әйтеуір шүкір. Ортасында жаңа айтқандай, апай айтқандай асфальтаудай әкелерім отыр. Сол кісі отырғасын көп нәрсе білінбейді. Мен отырғасын ана үйде, бұл үйде бұл кісі отырғасын, ана үйде ана апа отырғасын, ана үйде Гүлжахан отырғасын. Онша көп. Енді білінеді әрине. Ол бірақ баяғы жобамен әйтеуір ұмтыла береміз бұлай. Баяғы сол ізбенен. Сіздерге енді әке отырғаннан кейін білінбейді. Оның жанында Гүлбақыт бар. Иә. Қолғанат, көшбасшы бір жағынан. Иә. Сондықтан да шүкір Аллаға мінекей. Мына бәрің өсіп жатсыңдар, өніп жатсыңдар. Апамыз негізі жақсы адам еді ғой. Менің өз күйеуімнің апасы болғасын мақтап жатқаным жоқ. Ана кісілер енді біледі ғой, кішкентайынан бірге бір ауылда өсіп бірге жүрді ғой. Ол кісінің бір артық мінезі жоқ еді, артық сөзі жоқ еді. Ешқандай бір кең, жайлы адам еді ғой. Оған не керек? Бір сол кісілермен бір қабағымыз түйісіп қарап көрмеппіз. Бәленбай апалы келін, апа болып өмір сүрдік қой, қайынапа болды ол кісілер. Қайсысымен де мінезі болсақ та бір ешкімге әйтеуір бір қабағымыз тиіп қарамаппыз. Осы кездегі Аллаға соған мың шүкір айтамын. Олай қарасақ, бәрімізде мінез бар, мысалы жұрттар айтады, мынау қалай осы тез жүрдік деп. Жоқ, олай емес, бұл бір сыйластықтың арқасы ғой. Ол кісілерден де бар, бәрімізден де бар, бізден де бар. Жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Жасап жатқан шараң бәрі сол Аллаға оразаның алдында шарапатын тигізсін, жәннатта болсын. Артына өсе беріңдер, өне беріңдер, аталардың, апалардың айтқан Аллахың бәрің ауыздарын